түсінікті назым. Назым, тек сізде. Барлығы түсінікті. Сізге бәрі. Тамаша. Ары қарай Мансұр. Сізге. Бәрі түсінікті, барлығы орындалды дейді. Көбінде біз орындарды Ньютонның үш заңына, қозғалыс теңдеуіне, жылдамдықтың теңдеуіне есепте шығарып жейді, және бір-екі логикалық сұрақтар болды. Өте тамаша, рахмет. Енді келесі сурет алдымызда тұр, ол үшін маған көмекке балалар керек. Әрижан келе ғой. Мына жақ қатардан Айзере келе ғой. Мына жерден Назым келе ғой. Кәлима келе ғой. Жастарымызға тәжірибеленің. Назымсыз осы жерде тұра беріңіз. Бұны біз білеміз, иә? Суретке қарап айтайықшы, балалар, бұл қандай мысал? Аққу шортан қамшаян кім? Ахмет Байтұрсын кімнің мысалын аударды? Тамаша. Яғни, мынау біздің арбашамыз, қалған өзге адамдарды арбағай рәтінде тыңдаймыз. Жасаймыз. Не істейміз? Аққу орташа. Жүк алды шаян шортан аққу бір күн. Жегіліп тартты шөбі дүркін-дүркін. Тартады аққу көкке шаян кейін, жұлқиды суға қарай шортан шіркін. Бұлардың машақаты аз болмады, жұмысы орнына кеп мәз болмады. Тартса да бар күштерін аямай-ақ, асыған жүк орнынан қозғалмады. Оншама ол жүк артық ауыр емес, құр сырттан пәлендерде тәуір емес. Жүк бірақ әлі күнге орнында тұр, бірыңғай тартпаған соң бәрі тегіс. Жігіттер, мұнан ғибрат алмай болмас, әуелі бірлік керек болсан жолдас. Біріңнің айтқанына бірің көнбей, істеген ынтымақсыз ісің оңбас. Тамаша. Өте жақсы, тамаша мысал, иә? Балалар, енді сіздерге мынандай сұрақ. Бұл қысқаша қойылым бүгінгі тақырыппен қандай байланысты болуы мүмкін? Яғни бүгінгі сабақтың тақырыбы не болуы мүмкін? Немесе мақсат қандай деген сияқты сұрақ. Кім айтқан еді? Өз ойыңды. Менің ойымша, осы кішкентай көріністе біз күштің әсерін көре алдық. Яғни үш күштің бірнеше күш, иә? Иә, бірнеше күштің бірдеңеге әсер етуі. Жетістікке жетті ме? Жоқ екен. Бәрі шашылып. Яғни бұл ауыз біршілік деген сөз. Тамаша. Рахмет отырғаныңызға. Келесі тапсырмада осындай ауыз біршілікке бірлікке шақырамыз деді. Сонымен төбесінен бір түскенде, сонымен балалар бүгінгі тақырыбымыз күштердің қосу Ньютон заңдарынан практикалық екінші жұмысымыз. Сіздерге берілетін мақсатымыз бірінші күштің әрекетінен болатын дененің қозғалысына есеп шығарудың алгоритмін болып, және есептер шығару. Ал негізгі сабақтың мақсаты бізде бірнеше күштің әрекетінен болатын дененің қозғалысына есеп шығару алгоритмін құрамыз, Ньютон заңдарына есеп шығаруға мысалдар келтіре отырып, есептер шығарамыз. Бұл менің сіздерге берген мақсатым. Менің мақсатым сіздерге берген. Ал сіздер тарапынан қандай мақсат болады? Тыңдаласыз, айтшы. Бүгінгі сабақта қандай мақсат қойыласың? Бүгінгі сабаққа мен жаңа тақырыпты дұрыс игеріп, жаңа білім алуға мақсат қоямын. Жаңа білім алуға мақсат қоямын. Тамаша. Жақсы, енді біз бұл физика пәні барлық пәні бар екен елімізде. Маған бір керек болып тұр осы. Аққу туралы, шаян туралы қысқаша бір қызықты мәліметтер білеміз ба? Азат. Бөлісетін ойың бар ма? Аққу физикада бар. Неге аққудың қанатына су жұқпайды екен? Неге ол махаббаттың символы? Шаян ешқандай тамақ ішпей бір жарым жылға өмір сүреді. Ал балықтың суда өмір сүруі ол бір ерекше. Оны сіздер биология пәнінен өте жақсы білесіздер, қалай тіршілік. Тамаша, жақсы. Онда ары қарай келесі сіздерге тапсырма беріледі. Мұқият тыңдап алыңыздар. Бұл жеке тапсырма. Мұқият оқисыздар. Бұл контекстті есеп мазмұндағы есептер. Жауап белгілейсіз. Ал келесі екінші тапсырмада суретіне қарап өз ойыңды тұжырымдайсың. Үшінші тапсырмада тура солай. Балдар беріліп тұр. Түсінді ме? Жақсы.
Nasıl oradan birinci hafta kalktık. Ben jelik yaptık. Aşağı şu çıktı. Taraf kumanın yeni vakit yaptım. Ciddi zamanda baba. Sen birinci acayip atlayacağız.